Манты жегіңіз келіп тұр, бірақ оны жасауға ерініп тұрсаңыздар, осы тамақты жасап көріңіздер. Бұл өте тойымды орама немесе ханум деп аталады. Бірақ бұның рецептісі дәл мантыныкіндей, яғни жұмыртқаны, тұзды, суды және ұнды қосып қатты қылып қамыр илейтін боламыз. Қыздар, суды адам санына байланысты саласыздар. Өте аз адам болған жағдайда біреуін, орташа болса екеуін, көп адам болса үшеуін салып илейсіздер. Мен көп қылып артық қылып жасап қояйын деп 3 пиала сумен иледім. 3 суала сумен яғни. Қыздар, қамырыңыз жұмсақ болып қалмасын, ұнды қосып отырып, қатты қылып қайта қайтарып, қолыңызбен осылай басып қатты қылып илеуге тырысайық. Енді осының иінін қатыру үшін қаппағын жауып 10-15 минутқа қойып қоятын боламыз. Қыздар, егер де тағы уақыттарыңыз болса, қолмен тағы қайта қатты қылып басып, иінін тағы да қайтарып алсаңыздар да болады, қақпағын жауып қойып. Енді салмасына кірсек, ол үшін алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз, одан кейін картошкамызды теркадан өткізіп аламыз. Қыздар, картошкада крахмалы көп екенін білесіздер, осылай сумен жуып алдым да душылақпен өткізіп алдым. Пиязын да майдалап турап саламыз, одан кейін фаршымызды саламыз, тұз бен бұрышымызды салып, дәміне қарай жақсылап араластырамыз. Қамырды жайып жатқан кезде мантоваркаңызды қайнатып қоя берсеңіздер де болады, астына азайтып қойсаңыздар да болады. Бірақ қамыр салатын кезде мантоварканы міндетті түрде қатты қылып қайнап тұру керек. Қамыр илейтін кезде қамырымыз жұмсақ болса, тағы да бір қайтарып илеп алатын боламыз. Одан кейін бетіне көп ұн салып, жақсылап басамыз. Қыздар, бастапқы кезде көп ұн салсаңыздар да болады. Негізі қыздар, қамырды бешбармаққа, мантыға илеген кезде оқтауымыздың екі ұшымен ғана, яғни оқтауымыздың тек ұштарын ғана ұстап, осылай илейтін боламыз. Мен орама болғаннан кейін, жұқа болғаннан кейін мен илей бердім. Соны еске алыңыздар. Бешбармақтың, мантының қамырын илеген кезде оқтауды ортаға апармаймыз. Қолды оқтаудың ортасына апармаймыз, тек екі шетімен ғана жаямыз. Қыздар, ораманың қамыры жұқа болу керек. Астынан дастархан көрініп тұру керек. Неғұрлым қамырыңыз жұқа болса, соғұрлым орамаларыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Әрине, бешбармақтікі, мантыныкі бұдан сәл қалыңдау болу керек. Менің қамырым 3 суала, 3 тесті болғаннан кейін осылай фаршымды да 3-ке бөліп алдым. Енді кішкене сұйық майымды бір ыдысқа құйып алдым да қамырдың үстіне барлық жеріне тиетіндей қылып жағып шықтым. Енді бағана қамырдың начинкасын 3-ке бөлдім ғой, соның бір бөлігін алып, осыған бүкіл жеріне тиетіндей қылып салып шықтым. Осы видеодағыдай рулет қылып орап шығамыз. Қыздар, ораманың қамыры сәл жыртылып кетсе ештеңе кетпейді, себебі біз осылай орап тастайтын боламыз. Мантоваркамызды майлап алып, үстіне орамамызды қоямыз. Ораманың үстін сәл басып жіберіп, майлап шығатын боламыз. Қайнап тұрған мантоваркаге 45 минутта пісіріп алатын боламыз. Қыздар, мантоваркаңызды орташадан жоғары қойыңыздар, қайнамай қалмасын. Қайнамай қалса қамырымыз піспей қалады. Осылай кесіп, үлкен тарелкаға ортаға қоятындай салсаңыздар болады. Мен де әлі үйде адам болмағаннан кейін кішкентай тарелкаға салып көрсеттім. Осылай жұмсақ, сочный болып шығады.